Қазақ тілі 3 сынып 124 сабақ. Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабақта дыбыс және әріп тақырыбын жалғастырамыз. 22 жаттығу. Өлең мазмұнын тақырыбына қарап болжа. Сонан соң өлеңді тыңда. Өлеңнің тақырыбы жеңіс күні, демек өлеңнің мазмұны жеңіс күні туралы. Өлеңді оқимыз. Алтын тулар желмен ойнап, қуанышты ұлғайтамыз. Жеңіс күнін жылда тойлап, жеңіс әнін жылда айтамыз. Бабалардың айбынды үнін тыңдаймыз біз мақтанышпен. 9 мамыр күні, тойдың күні тоқаш піскен. Бақыт сыйлап жатады әр күн, санамызға жарық берген. Әкелері аталардың бұл жеңісті алып келген. Қуантады әнсап жұртты, келе берсін бақыт таңы. Жеңіс күнің құтты болсын, батырлардың ұрпақтары. Енді өлең мазмұны бойынша тапсырмаларды орындаймыз. Жеңіс күні қашан тойланады? Жеңіс күні жыл сайын 9 мамырда тойланады. Жеңіс күніне кімдердің арқасында жеттік? Біз бұл күнге соғысқа қатысқан батыр аталарымыздың, жауынгерлердің, тылда еңбек еткен адамдардың арқасында жеттік. Келесі тапсырма: қалай ойлайсың? Өлең авторы бізді неліктен батырлардың ұрпақтары деп атады? Өйткені біздің ата-бабаларымыз отанды қорғап, ерлік көрсеткен. Сол батырлардың ұрпағы болғандықтан біз олардың ерлігін мақтан тұтамыз және жалғастырушымыз. Өлең мазмұны бойынша әңгіме құрап жаз. Әңгімеңде лепті және сұраулы сөйлемдерді пайдалан. Өлең мазмұны бойынша әңгіме құрап жазамыз. Бүгін ерекше күн. Бұл қандай күн? Әрине, бұл жеңіс күні. Айнала қандай керемет безендірілген. Адамдардың жүзінен қуаныш көрінеді. Мен атамның әңгімесін есіме алдым. Ол соғыс жылдарының қандай қиын болғанын айтып беретін. Қаншама батырлар отан үшін жанын қиған десеңші. Солардың арқасында біз бейбіт өмір сүріп отырмыз ғой. Неге біз оларды ұмытпауымыз керек? Өйткені олар бізге өмір сыйлады. Біз батырлардың ұрпақтарымыз. Қандай мақтаныш. Бүгін біз ән айтып, мерекені атап өттік. Жеңіс күні құтты болсын. Бейбіт өмір мәңгі жасасын. 23 жаттығу. Өлеңнің қатесін түзеп жаз. Өлеңнің қатесін түзеп жазамыз. Отан үшін от кешкен, өлімменде беттескен, омырауын оқ тескен, менің атам майдангер. Майдангер сөзіндегі дауыссыз дыбыстардың түрлерін ажырат. Майдангер сөзіндегі дауыссыз дыбыстар: м дауыссыз үнді, и дауыссыз үнді, д дауыссыз ұяң, н дауыссыз үнді, г дауыссыз ұяң, р дауыссыз үнді. 24 жаттығу. Мақалды оқып, мағынасын түсіндір. Қаһарлы ел қамал бұзады. Мақалдың мағынасы: бұл мақалда халықтың бірлігі мен күші айтылған. Егер ел ашулы, намысты, батыл болса, ол үлкен кедергілерді де жеңе алады. Яғни біріккен, жігерлі халық кез келген қиындықты бұзады деген мағынаны білдіреді. х, х дыбыстары бар сөзді ата. Олардың айтылуы мен жазылуын есіңе түсір. Қаһарлы сөзінде х дыбысы бар. Х дыбысы сирек кездесетін дыбыс. Көбіне араб, парсы тілдерінен енген сөздерде болады. Мысалы, қаһар,
шахар. Айтылуы жұмсақтау көмейден шығады. Жазылуы сөздің ортасында немесе басында кездеседі. Ал х дыбысы бұл мақалда жоқ, бірақ ол да кірме сөздерде кездеседі. Мысалы, хат, хабар. 25-ші жаттығу. Суретке қара. Балалар, суретте атасы мен немересін көріп тұрмыз, иә? Суреттің тақырыбын анықта. Сурет бойынша әңгіме құрап айт. Мәтінге ат қой. Осы тақырыпқа қысқаша шығарма жаз. Жеңіс күні. Көктемнің шуақты күні. Айдос атасымен бірге жеңіс күнін тойлауға алаңға бара жатыр. Атасының кеудесінде жарқыраған медальдары бар. Ол қолына қызыл гүл шоғын ұстап алған. Айдос атасына сүйсіне қарап, оны мақтан тұтады. Екеуі саябақ ішімен алаңға қарай бет алды. Айналада адамдар көп, бәрі мерекеге асығып барады. Кейбіреулер ардагерлерге құрметпен қарап, амандасып жатыр. Құстар ұшып, айнала әсем күйге бөленген. Жол бойы атасы Айдосқа соғыс жылдары туралы әңгімелеп берді. Айдос үнсіз тыңдап, атасының ерлігіне таң қалды. Ол атасының қандай батыр болғанын түсіне бастады. Алаңға жақындағанда Айдос атасына «Ата, мен сізбен мақтанамын» деді. Атасы күлімсіреп, немересінің басынан сипады. Олар жеңіс күнін бірге қарсы алуға қуанып бара жатты. Балалар, осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Келесі 125-ші сабақты көру үшін міндетті түрде арнаға тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Келесі сабақтарда кездескенше.